құрметті бүгінгі семинарға қатысушылар, тағы да қош келдіңіздер. Сіздерге алдымызда бүгінгі мұқағалиды еске алуымызға байланысты кешіміздің алғы сөзін мектебіміздің оқу ісі жөніндегі директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Қаламқыр Қалауовнаға берілген. Армысыздар, құрметті ұстаздар. Жыл керуені алға қарай жылжыған сайын Мұқағали Мақатаевтың артында қалдырған өшпес мұрасы жарық жұлдыздай қараңғы түн қойнауынан. Құрметті қатысушылар, сізге көтерілді көңіл күй тілеймін. Орында жатқан кісілерге сәттілік. Олай болса іс-шарамызды бастауға рұқсат етіңіздер. Рахмет. Бүгін менің туған күнім ойпалай. Мына адамдар нағып жатыр тойламай. Банкет жасап берер едім өзіме Құдайдың бір жарықпай-ақ қойған-ай. Мына дүние неге жатырым демей, алаулатып тойдың шоғын үрлемей, құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау атың мін демей. Тойланбаса тойланбасын етейін, той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтейін. Қаламымды берші маған бәйбіше, болашаққа арыз жазып кетейін. Әй Мұқа, неге сонша шабыттандың десем, бүгін сенің туған күнің екен ғой? Дәл солай. Бүгін менің шабытымның айдыны ерекше шалқып тұрғаны бар. Расымен, сен де биыл 40-тың бесеуіне табан тіредің бе? Иә, өзімнің есебімде биыл жасым 40-тың бесеуінде. Кім біледі, ендігі қалған ғұмыр неше жылға жетер, неше күнге. Ұмыт болып есегімде, ұйықтап кетсем болған төсегімде, 40-тың бесеуінде. Расымен, 45 жыл ғұмыр аз ғұмыр емес. Осы өміріндегі ерекше сәтін айтып берші, өзіңнің аузынан бір естейін. Әрине, асыл жарым-ау, сен қиылып сұрасаң неге айтпасқа. Ол кез анамның айтуы бойынша 1931 жылдың ақпан айының 9-шы жұлдыз екен. Айналайын ақбөппем, бүгін молда сенің құлағыңа азан шақырып Мұхаммедқали деп ат қойды. Ал мен сені Мұқашым деп еркелететін боламын. Сен менің Мұқашымсың. Ал халқың сені Мұқағали деп танитын болады. Мұқағали Мақатаев, шеше сен бақыттысың. Шеше, сен бақыттысың. Жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңірінен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын, жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзінен шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанық бұғой көз жасына, өзім кепіл топ басып тоз басыма. 2 жыл жасап саған бірін арнап, шеше деп жаздым ылғи сөз басымнан. Тәңірім кешіре көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың тепе-тепе, қубат алдай иілген бесігімді. Шым кемен келдім. Кел балам, отыр, әкеме шай ішіп ед. Мен түскі астың қамына кірісейін. Кел балам, отыр. Мә, шай ішіп. Әке, туған күніңіз құтты болсын. Ой, рахмет балам. Әке, білесіз бе, біз бүгін мектепте ұлы отан соғыстарының әлия мәншүктердің ерліктерін өттік. Дұрыс балам, әрбір ер азамат
өзінің туған тарихын, туған елінің өткенін білуі қажет. Әке, сіз соғыс жылдар нешеде болдыңыз? Балам, мен соғыс жылдары 10 жаста едім. Әке, сіз неге соғыспадыңыз, қорғаспадыңыз? Батырлар ғой 10 жастағы жолдастарыңыз. Балам, онда мен 10 жаста едім, 10 жаста едім. Өзім қорғадым, қорғас делім. Өзі 10 жастар қорғамаса, сен сияқты айбарлар болмас беді. Намысыма тимедің, жолдас менің. Онда мен 10 жастамын. Соғыспай-ақ сұрапыл соғып жол басқанмын. Атаңнан қалып қойған мұраламен, әжеңмен бірге жүріп қорғасқанмын. Солай менің басталған жолдастарым. Бала дәурен өтті ғой, құйындаған. Балы менен шекені бұйырмаған. Өзін 10 жастар қорғамаса, өзгелерді қорғауы қиын балам. Солай. Әке, сіздің жолда достарыңыз көп пе? Достарым әрине көп. Оны неге сұрадың? Бізге мұғалім бүгін мектепте айтқан, ең бақытты адам ол достары көп адам деген. Айбар, балам, сылап келші. Қазір. Қазір анашым. Ең бақытты кездер дей ме? Достар, бүгін Шәміл досымыздың туған күні ғой. Кешке соның үйіне жиналмадық па? Ақындарымыз өлең айтып, әншілер ән айтып, Шәміл досымыздың көңіл күйін көтерейік. Тамаша дос, бүгінгі кеш әуезге толы кеш болмақ. Мұқаш, сен ана бір өлеңің бар емес пе еді? Қай өлеңді айтасың? Анау ше, бақыт деген не өзі? Деп бастады топ таласына. Бірі оны үйден іздеп, бірі қыдан арасына. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегімше киіп ішсең, бақыттысың емес. Бір айтады, бақыт деген қолын жетпес масақ қой. Жұрттан гөрі жүрсең керек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген жүйрік мініп той тойлау. Ісің болмай, кеуегімен қам көсі карт ойнау. Анан қара, бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой. Ынтымаққа ырыс келген ол да соған ермек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым. Бақыт адам баласына келмес соны ұқтым. Безбеймін мен балдан да, байлықтан да, жардан да. Мансап жетпес парадамға, үлес тұрып алған да. Үміт үзбей іздейді олар, тыңдап сол бір жақытты. Оны алыстан іздемеген, жүректен тап бақытты.
айтсам жоқ шығар сірә. Баршаңызға мың алғыс достар. Айтпақшы, қазақ поэзиясына ақын қыздарының қатары артып келеді. Соның бірі менің ақын құрбым Фариза, Алматыға кеше келді. Әп бәрекелді. Олар істің басына жақсы келер қасына деген осы. Солай ма, Фариза қыз? Әрине мұқашыға, ақынның жан ақыны кім сізсің? Достар, кеттік. Бұған үй дайындалайық. Бұл дұрыс не? Кеттік ал.
О, доғдыр ханым, қош келдіңіз. Жақсы хабармен келдіңіз бе? Барымыз мұқаш, жақсы хабармен келдім деп айта алмаймын. Міне, өткендегі тексерістің қорытындысы. Жүрегіңізде ақау бар. Тез арада донор тауып алмастыру қажет. Әйтпесе ар жағын өзіңіз де сезіп тұрған шығарсыз. Қаным қайнап, барады қаным қайнап. Бір амалтап дәрігер, қалым дойлап. Алауытқан ақынның қолын байлап, әкетпесін ажал кеп, өлімге айдап. Жоқ, дәрігер, орнатпа басқа жүрек, басқа лүпіл жасама, басқа ілден. Қалай айтам бүлінген жүрегімді білдірмей доғдыр алып тастады деп. Өңгеріп, өгей жүрек қайда барам, өзгенің ғұмырын қалай пайдаланам. Сыйыңа рахмет, қайран адам, өзімнің жүрегімдей қайда маған. Алмастырам, дедің-ау алмастырам, сірә менің бақытым жанбас бұдан. Өзімнің жүрегімді жерлеп келіп, өзгенің ғұмырын қалай жалғастырам. Жоқ, дәрігер, орнатпа басқа жүрек, басқа лүпіл жасама, басқа лек. Қалай айтам бүлінген жүрегімді білдірмей доғдыр алып тастады деп. Туға жүрек, өкінем мен несіне, туған жүрек әрине, өлмесін бе? Жоқ, дәрігер, тиіспе дамылдасын, әрбір жүрек өзінің кеудесінде. Бұлай болмайды ғой, ақын мырза. Ауруыңыз асқынып кетуі мүмкін ғой. Жүріңіз, киімдеріңізді жинаңыз. Ауруханаға алып кетуге келдім. Жарайды, қоймадыңыз ғой. Ал жүріңіз кеттік. Арада 2 ай өткенде. Өзімнің есебімде, мен биыл дәл 40-тың бесеуінде. Кім біледі, ендігі өмір неше жылға жетерін, неше күнге. Ұмыт болып есебінде өсегінде, ұйықтап кетсем болғанда төсегімде, 40-тың бесеуінде. Асыл азаматым-ау, бізді мына сұм жалғанды 40-тың бесеуінде жалғыз тастап кетерімді сезген екенсің ғой. Жауып тұрған көктемде, гүлдері барсам көктерге, қоңырау атқан аспанды найзағай шаншып өткенде, есіне мені алғайсың. Қазбар болтырма қанға, орманға жазлама
өтесің ау бір күні, тиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның кір-кірі, пай-пай өмір өтесің ау бір күні.